Орманшылардың айлығы өседі. Техникалық базасы 2027 жылға қарай 100%-ға жанармақ. Бұл туралы көз жасымен желіні шулатқан экология министрі Зүлфия Сүлейменова айтты. Бүгінде облыста жалпы аумағы 4,5 миллион гектарға жуық орман алқабы бар. Бұға дейін тасада қалып қалатын орманшы мамандығының бар екенін кейбірі енді біліп жатыр. Ал аталған мамандықты елімізде 9 университет оқытады екен. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті, Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті, Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті, Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті, Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті, Жаңғырхан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университеті, Сұлтанмахмұт Торайғыров университеті, Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті, Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті. Ал біздің облыста орманшы мамандығын 2 колледжде оқытады. Бірі Құлан агротехникалық колледжі, екіншісі Тараз инновациялық көпсалалы колледжі. Мұнда оқу ақысы жылына 135 мың теңгені құрайды. Жұмысқа тұру көрсеткіші 85%. Айтпақшы, биыл көпсалалы колледжде 25 түлек орманшы мамандығын бітірді. 22-сі мемлекеттік грантта оқыған. Өткен жылғы 2021 оқу жылында 49 студент бітірді. Олардың барлығы да мемлекеттік грант негізінде білім алып шыққан. Колледжді бітірген студенттердің 80-86% жұмыспен қамтылған. Олар негізінен орман шаруашылық мекемелерінде жұмыс істейді. Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институтының биология және ауыл шаруашылық мамандықтар кафедрасының базасында 2 білім бағдарламасын ашуда, білім бағдарламасын бекітіліп, оның негізгі лицензиялық құжаттары дайындалып. Айта кетейік, Қазақстанда 123 орманшы жетіспейді, оның жетеуі Жамбыл облысында. Айтпақшы, оларға ұсынылып отырған жалақы 70 мың теңгеден басталады. Облыс бойынша 15 орман шаруашылық мекемелерінде 933 адам жұмыс істейді. Еңбек өтіліне байланысты 115 мыңнан 135 мыңға дейін, орташа жалақы 123-125 мың теңге құрайды. 1 шілдеден бастап біздің орман шаруашылығы мекемелерінің негізгі қызметшілеріне 100%-ға дейін жаңа айлық көтерілу қарастырылған. Жылдың басынан бері бір орман өрті тіркелді. Орманмен қамтылған аумақ жалпы 406 гектарды құрады. Келтірілген жалпы шығындар 291 мың теңгені құрады. Балаңыз орманшы болғанын қалайсыз ба? Қала тұрғындарына осы сұрақты қойып көрдік. Пікірі қандай? Ол өзінің несіне байланысты, істеймін десе бересің. Қолдарыңызды көріп жатсыз ғой, қазір орман жанып жатыр, ол да қорқынышты кішкене. Әрине, орман шаруашылығы деген жақсы ғой. Әрине білеміз, енді орман бар жерде ол мамандық болады ғой. Жеке басым жоқ, өте қауіпті жұмыс, және ақысы да төмен. Жалпы біздің Қазақстанда статусы анша да жоғары емес мамандықтардың қатарында деп есептеймін. Адамның өміріне қауіпті жұмыс қой негізі. Абай облысындағы орман өрті бір аптадан кейін ауыздықталды. 60 гектардан астам орман алқабы күлге айналды. 15 адам қаза тапты. Талай боранда мың жанып мың өшкенбіз, қашан отпен суға түспедік, бақыт үшін бәрін істедік, бірлігіміз бойға күш беріп сан сынақты кешкенбіз.